Қош көрдік біздің арнаның тыңдармандары. Міне бүгін біз мына үйде қамыр жасап жатырмыз. Бешбармақ, қолдан жайылған қамыр. Қазір сіздерге көрсетеміз. Кеше тойға деп біз ет алған едік. Керемет семіз болып шықты. Табан қазы жылқының мен көптен бері бұндай қасының ақтарылып түскенін көрмеген едім. Қазір көресіздер. Кәдімгі енді қартаның ішінен май айланбайды ғой, енді жануар байлаған ақ екен. Міне қазы қараңызшы, қандай қазы, мынаны жеу деген қазіргі заманда кем деген. Міне қартасын қараңыздар, қартасының ішінде айланатын орын жоқ майдан. Жарықтық енді семіз болғанда семіз екен. Мына бір 2 жасар қошқар алдық. Қошқар 10 кіло құйрық берді. Қошқар да жақсы әбден байланған екен. Міне кеше бір той жасаған едік. Сол тойдың алдында осы қой менен жылқының 3 жілігін алдық. Мынау қонақтарға келе жатқан асып дайындаған ет, мынау көрсетейін деп қолдан жайылған қамырдың тәттілігі. Пай шіркін, не жетсін. Қазір енді ерінеміз, басқа қыламыз, заманауи уақытқа байланысты кей кездерде сол қамырды жаймай қаламыз, жаймай осы дүкендерден алып келіп жатамыз. Бірақ өзіміздің қолдан жайғанға не жетсін.